Кез келген тарихта әрбір халық алдында бірден толығымен түсініп игере алмайтын, өте маңызды таңдау алдында тұратын сәттер болады. Сол таңдау нәтижелері оңдаған жылдардан кейін ғана айқын көрініп, тек қана саяси құрылымды емес, жалпы халықтың даму бағытын анықтайтын шешім болуы мүмкін екені рас. Дәл осындай сәттердің бірі 20 ғасырдың басында Ресей империясының құлдырауымен және Алаш Орда деп білетін қозғалыстың пайда болуымен қазақ еліне келгенін білеміз. Ал енді Алаш Орда қозғалысының берген ұсыныстары толықтай түп нұсқалы болды ма? Әлде кейбір шетелдік үлгілерге, әсіресе Жапон тәжірибесіне сүйенген болған ба? Бір қарағанда бұл тарихи сұрақ сияқты көрініп, бірақ шын мәнінде бұны философиялық мәселе ретінде қарастырсақ дұрыс болар. Әңгімеміз Жапонияға қатысты болса да, бұл жалпы модернизация қалай туып қалыптасатыны туралы талқылап көреміз. Бұл жолаушы, жол жүректілерге. Әңгімеміздің контекстін түсіну үшін 19 ғасырдың соңындағы Жапонияға көз жүгіртейік. 1868 жылы Жапонияда Мэйдзи реставрациясы өтіп, мемлекет түбегейлі реформаланып, самурайлық тәртіп заманауи институттарға ауыстырылды. Ішкі қақтығыстар мен батыстың отарлау қаупінен және де технологиялардың артта қалу себебінен ел құлдырау шегінде тұрды. Жапон реформаторлардың алдында бір қарағанда мүмкін емес міндеттердің бірі ол өз мәдени ерекшелігін сақтай отырып, заманауи мемлекет құру болды. Еуропаның қалыптасқан дәстүрлері Жапонияға жат болғандықтан, Жапония батыс елдердің конституцияларын жай ғана көшіріп алуды қарастырмай, орталықтандырылған билік пен экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жүйені табуға мүмкіндік іздеді. 1889 жылы Жапония Мэйдзи конституциясын қабылдап, Азияда конституциялық мемлекетке бірінші болып алғашқы қадамын басты. Ал енді Мэйдзи конституциясының негізгі бекітулеріне тоқтала кетсек, бұл жерде консервативті монархия мен парламентаризм элементтері біріктіріліп, император кең өкілеттілікті сақтап отырғанымен, заң шығарушы және заңды қадағалайтын империялық сейм деп аталатын институт құрылды. Бұл реформалар әлеуметтік дәстүрді бұзбай, революцияға жүгінбей, елді біріктіріп, экономика мен әскерді жаңғыртуға мүмкіндік берді. Және ең бастысы модернизацияны ұлттық ерекшелікті жоғалтпай өткізуге мүмкін екенін дәлелдеді. 1905 жылы Ресей империясымен болған соғыстың жеңісінен кейін Жапония өз күшін және шығыс халықтары батысқа айналмай-ақ заманауи өзгерістерге қол жеткізе алатындығын бүкіл әлемге көрсетті. 20 ғасырдың басындағы бұл жетістік қазақ ойшылдарын шабыттандырып, Жапония үлгісі дәстүр мен жаңашылдықты біріктіріп, халық құндылықтарына сүйене отырып, елді заманауи ету мүмкіндігі бар екенін көрсетті. 1917 жылы Ресей империясы февраль революциясының нәтижесінде құлатылып, халық арасындағы ереуілдер мен армия қысымы император Николай II тақтан бас тартуға мәжбүр етеді. Куда мы едем? Не могу вам сказать, Николай Александрович. Это государственная тайна. Да вот сейчас прокатимся. А, вот и ваш вагон, Алексей Николаевич. Странно. Но это для вашей же безопасности. Я уверен, что о вашем отъезде из Царского Села уже доложили в Петроград. Если сюда нагрянут солдаты из восставших гарнизонов, настроение народа очень возбужденное. Лучше не медлить. Да, настроение народа. Может быть, вам все-таки лучше подниматься в свой вагон? Ну, теперь уж поздно. Честь имею. Осы кезде бұрынғы тәртіп құлап, орталық билік жоғалып кетеді. Қазақ даласы үшін бірнеше ғасырдан кейін халықтың тағдыры императордың немесе сыртқы биліктің тәуелділігінен айырылып, қазақ зиялылары үшін бұл қазақ елінің тағдырын шешетін ең маңызды сәт болған екені айқын болды. Осы мезетте Алаш Орда партиясы пайда болып, халық алдында үлкен тарихи мүмкіндік ашылғанын түсініп,
Болып жатқан хаостың ішінде тәуелсіз мемлекет құру идеясы алға басады. Жетек жегіп қалдырмай бәріміз. Ертең газет бетінен бақылау болып Алдымызда ауыр сын күтіп тұр. Жасасын Алаш. Алаштың ұсынған жолы федеративті республика, парламент пен тәуелсіз сот және территориялық автономия мен азаматтар теңдігі. Сол кездегі әлемнің өзгеріске тез ұшырап жатқан жағдайында халықтың дербестігін мен ұлттық мәдени ерекшелігін сақтап қалу мақсатында Алаш көшбасшылары дұрыс істейтін әлеуметтік институттарды құруды көздейді. Кез келген модернизацияның талпынысы дәстүр мен институт арасындағы қарама-қайшылықпен бетпе-бет келеді. Дәстүрдің айтуы, біздің әдет-ғұрыптарымыз бен мәдени сәйкестілігіміз ата-бабамыздың бізге берген өсиетінде, және де бізге ерекше сезім мен тұрақтылық сыйлайтын осы. Институт болса, ол басқа сұрақтың жауабын талап етеді. Бүгінгі таңда билік пен қоғам тәртібінің әділдігін қалай қамтамасыз ету? Институт ережелер мен процедуралардың орындалуын талап еткенімен, кейде бұл талаптар дәстүрге қарсы болса да, келешектің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Алаш көшбасшылары тек қана дәстүрге сүйеніп, басқа жүйені көшіре салуды дұрыс емес екенін, және бұндай жол империя құлдыраған кезде халықты қорғамайтынын түсінді. Олардың таңдауы дәстүрді сақтай отырып, рационалды институт арқылы мемлекет жүйесін құру болды. Мәдени бірегейлікті сақтап заманауи ел құруды көздеген Алаш жобасы билік кездейсоқ шешімдерге емес, ережелерге сүйене керек екенін нақты түсінген болатын. Бұл жайда Жапон конституциясы үлгісінің әсері маңызды болғанымен, ең бастысы ұлттық ерекшеліктерді жоғалтпай, модернизацияны жүзеге асыру мүмкін екенін көрсетті. Алаш Орда партиясының мәнін түсіне білу үшін ең бірінші оның жетекшісі Әлихан Бөкейхановтың саяси көзқарасы қалай қалыптасқанына назар аударайық. Әлихан Бөкейхановтың Омбы мен Петербургта алған білімі оны конституциялық басқару, құқықтық мемлекет және халықтың саяси ұйымдасу идеяларымен таныстырып, келешекте саяси мансабына үлкен әсерін тигізеді. Болашақ Алаш партиясының көшбасшысы Ресей империясының отарлық саясатының нақты салдарын көріп, Қазақ даласындағы статистикалық зерттеулерге қатыса отырып, жер мәселесінің ұлттық болашақпен тікелей байланысты екенін түсінді. Кейін қазақ автономиясын алу мәселесін тек қана әдемі ұран ғана қылып, романтикалық тұрғыдан ғана емес, тарихи есеппен және рационалды жолмен таңдаған тұлға болды. Автономия мәселесі Әлихан Бөкейхановтың көзқарасында тек қана бөліну емес, қазақ елін өзін ұлт ретінде сақтап, мықты конституционалды мемлекет құруды көздеген болатын. Жері жоқ халық саяси еркіндігінен айырылған халық деп, бірақ бұл еркіндік жүйелі түрде ұйымдасқан институттар арқылы қорғалатынын түсінген болатын. Алаш жетекшісінің саяси таңдауы қазақ қоғамын заман талабына сай құрылымдап, халықты тарихи жауапкершілік деңгейіне көтеру әрекеті болды. 1917 жылғы оқиғалардан 100 жылдан астам уақыт өткен соң, біздің алдымызда Алаш Орда басшылары шешуге тырысқан дилемма әлі де тұрғаны айқын. Халықтың біртұтастығын сақтап, сонымен бірге осы халықты қорғай алатын тұрақты мемлекет құру мүмкіндігі және қазіргі сын-қатерлер жағдайында болып жатқан заманға сай әрекет етіп, соның өзінде дәстүрді аяққа тастамай заманауи қоғам құру мәселесі әлі де бар. Сол кезде Алаштың құруға тырысқан қоғамы кездейсоқ шешімдер мен жеке тұлғалардың ықпалына бағынбайтын, керісінше қоғам құндылықтарының өсуіне себеп болатын мемлекеттің құрылуы болды. Бұл жол шынымен уақыт тексеретін қасиеттерді, жауапкершілік пен шыдамдылықты талап етті. Бүгінгі біздің тәуелсіз мемлекетімізде конституцияның, парламенттің, соттардың, сайлау жүйесінің бар екені біле тұра, олардың шынымен де өз функцияларын орындай алатындығына және саяси жағдай мен жеке мүдделерге тәуелді емес екендігіне куә бола аламыз ба? Алаштың үлгісі бізге қоғам құндылықтарының негізінде негізделген мемлекет құру мүмкіндігі берілген, бірақ бір мезетте үзіліп кеткенін көрсетеді. Бүгін біз дәл осындай сынаққа тап болғанымыз бекер емес те шығар.
потенциалы орындалмаған жерде үзілген Алаш бастаған әрекеттің мұрасымен өмір сүреміз бе, әлде тарихты ескере отырып, өз елімізге жауапкершілік алып, дұрыс қоғам қалыптастыруға тырысамыз ба? Бұл туралы ойлана отырып, тарихтың берген үлгісі тектен-тек емес екенін белгілі болады. Сондықтан 1917 жылы болған оқиғаларда өзімізді көретін айна ретінде қарастырып, Алаш зиялылары мен көшбасшыларының армандаған қоғамын құруға дайынбыз ба?